Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қаймақты пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ұн, қопсытқыш, қант және жұмсақ сары майды крошка қылып үгітеміз. Жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, немесе пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Қаймақ, қант, ванилин және жұмыртқаны бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Пирогты диаметрі 22 сантиметрлік формада жасаймын. Астына пергамент қағазын салу керек. Видеода көрсетілгендей қамырды форманың жан жағына және астына жайғастырып шығамыз. Дайындаған салмамызды форманың ішіне құямыз. Егер шет жақтары тым ұзын болып кетсе, кішкене төмендеу қылып дұрыстауға болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште пирогымызды 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымызды формадан толықтай суығанда ғана шығарамыз. Пирог осындай әдемі және дәмді болып пісті. Менің инстаграм парақшам үстінде жазылып тұр баршын деген. Кіріп тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын, келесі видеоларда жүздескенше.